Бұл оқиға Кейхал жанұясы туралы. 1986 жылы 29 жастағы Джилл Рассел әуесерігі болып жұмыс жасады. Бұл жұмыс бүткіл уақытты қамтығандықтан және әрдайым қалалардың бірнеше мемлекеттердің арасында ұшып қонып жүргендіктен Джилл Рассел өзінің жеке өміріне уақыты болмайтын. Ер адаммен танысып кездесіп жатса да, көбі оның жұмысына көңілі толмайтын. Бірақ бір мезетте Джиллдің өмірі күрт өзгерді. Нью-Йорк қаласының кешкі мезгілінде Джилл достарымен қаланың менмендеген түнгі барға барып демалды. 1-2 сағат өткеннен кейін олардың арасына 26 жасар биржалық брокер Джеймс Кехел қосылды. Ол екеуі бір-бірін сол мезетте қатты ұнатты. Олардың қарым-қатынасы күннен күнге жақсы және қарқынды дамыды. Олар бірге тұруды шешті. Уақыт өте келе Джеймс құрылыс компаниясын ашады. Соның себебінен ол Сканитейс қаласына көшпек болады. Джеймстің бұл іс-әрекетін қолдаған